Қайырлы күн қыздар. Бүгін біздер мынадай өте әдемі салат торт дайындаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Бұл өте қарапайым салат, бірақ подачасы ерекше. Қандай салат деп ойлайсыздар? Әрине, бұл мерекелік селедка под шубой. Ең бірінші 14 грамм желатинімізді 100 мл суда ерітіп аламыз. Жақсылап былғап қоя тұрамыз. Екінші бұл пиязымызды мариновать етіп аламыз. Ол үшін бір пиязды уақтап турап кесіп, шұңғылдау ыдысқа салып, бір шай қасық қант, бір шай қасық тұз сеуіп, үстіне 9% столовый яблочный уксус құйып, 2 қасық құйып, бетін араластырып, бетін жабып қоямыз. Әдеттегідей барлық ингредиенттердің мөлшерін описанияға жазып кетемін. Енді басқа ингредиенттерімізді дайындаймыз. Тұқымды үккіште өткізіп аламыз. Және картобымызды. Бірінші слойға мен картоп салдым. Өйткені үккіште өткізілген картобымыз салатымызды жақсы ұстап тұрады. Картопты салғаннан кейін әрине тұздап жібереміз. Және сонымен қатар мен укроп септім. Және мынадай кольцо болуы қажет. Әдеттегідей әр слойымыздың ортасына майонез жағамыз. Келесі слой селедка. Балығымызды жақсылап тазалап, сыртын алып, басы мен құйрығын алып, ортасында қылқандарын тазалап, уақтап төртбұрыштылап кесіп аламыз. Енді салатымыздың үстіне саламыз. Селедканың үстіне майонез жағудың қажеті жоқ. Өйткені бұның үстіне жаңағы маринованный пиязымызды саламыз. Содан кейін майонез кетеді. Майонездің үстіне тұқым салып, тағы да майонез жағамыз. Ендігі слой сәбіз. Оған жаңа 2 сәбізімізді үккіштен өткізіп, үстіне саламыз. Және тағы да майонез жағамыз да тоңазытқышымызға жарты сағатқа қоя тұрамыз. Салқындауы керек салатымыз. Және бірігуі керек. Соңғы слойымызды әдемілеп ерекшелеп дайындауымыз үшін қызылшамызды үлкен ірі төртбұрышты қылып кесіп, измельчительге саламыз. Және уақтап аламыз. Пюре тәріздес жақсылап уақтауымыз үшін 5 минуттай уақытымыз қажет болады. Үстіне майонез салып, тағы да араластырамыз. Сонда түсі біркелкі қызғылт болады, әдемі түс береді. Дайын болған қызылшамыздың үстіне жаңағы желатинімізді құямыз. Жақсылап араластырамыз. Енді салатымызды тоңазытқыштан алып, сыртындағы кольцосын алып, тазалап жуып аламыз да, қайтып кольцомызды аздап кейін қылып саламыз. Үстіне қызылшамызды құямыз да, столға аздап соғып аламыз. Өйткені жанына түсуі керек. Астынан қызылша аздап көрініп шықса, ештеңе болмайды, ол дұрыс. Яғни жанына қызылшамыз жақсы болып түсіп, біркелкі болып торт тәріздес болды деген сөз. Барлығын тегістеп, тоңазытқышқа бір түнге қоямыз. Таңертең тоңазытқыштан алып кесеміз. Салатымыз дайын. Сіздермен болған Сиқырлы тағам каналы және мен Дана. Менімен болғандарыңызға рахмет. Осылай етіп сізде дайындаңыз. Сізге және қонақтарыңызға ұнайды деп сенемін. Мені қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, видеомды соңына дейін қараңыздар. Рахмет. Келе жатқан жаңа жылдарыңызбен ас болсын.